2019 жылдағы ең басты астрономиялық, яғни ғарышқа байланысты жаңалықтар. Дәл қазір Скаврон арнасынан сол бір 2019 жылда болатын жоспарланған ең басты күнтізбе туралы айтатын боламыз. Сонымен кешегі күннен бастасақ, яғни 1 қаңтар күні NASA зонды жаңа көкжиек Ultima Thule объектінің қасынан өтті. Бұл адам жасаған машина жеткен ең алыс объект. Бұл зонд 2015 жылы ғана Плутон карликті планетасының қасынан өткен болатын. Одан әрі қарай жүрісін жалғастыра беріп, Койпер белдеуіндегі дәл осы Ultima Thuleға жетті. Бұл сырты мұзбен қапталған арахис пішінді аспан денесі болатын. Ал бүгін 3 қаңтарда, егер бәрі сәтімен болса, Қытайдың Чаньесі айдың қараңғы, яғни бізге қарама-қарсы бетіне қонатын ең алғашқы адам қолмен жасалған машина болады. Бұйырса, Қытай айдың арғы бетіне қонған ең алғашқы ел болып саналуы мүмкін. Естеріңізге сала кетейін, Чанье 4 өткен айдың 7-сінде ұшырылған болатын. Сонымен қатар бүгін ертең сіздер квадрантида метеорлар ағынын көре аласыздар. Астана уақытымен бұл оқиға 3 қаңтар күні түнгі 11-лерде басталатын болады, және дәл осы күні сіз өте керемет көріністер көре аласыз. Сағатына 50-100 метеорлық ағын орын алатын болады. Естеріңізге сала кетейін, қазақшадағы жұлдыз ағуы деп айтып отыратын процестер негізінде метеор ағуы. Яғни екеуі бір нәрсе. Егер оны онлайн көргіңіз келсе, мен астыда сілтеме қалдырып кетем, соған кіріп көрсеңіз болады. 6 қаңтар дәл осы күні Приморья, Сахалин, Камчатка, Жапония, Қытай, Кореяда және Монғолиядағы тұрғындар күн тұтылуын көре алады. Бұл 2000 жылы 25 желтоқсанда Сарыс арқылы өткен күн тұтылуындай көріністе болады. Келесі бұндай өте әдемі күн тұтылуын 2037 жылы ғана болады. Осы қаңтар айында SpaceX компаниясы Crew Dragon ғарыштық ракеталарын тестілеуден өткізеді. Егер бұл Crew Dragon кемелері сәтті тестілеуден өтсе, ақш-тың бәріміз білетін шаттлдарын алмастыратын болады. 20-21 қаңтарда оңтүстік және солтүстік Америка халқы толық айы тұтылуын көре алады. Ал 22 қаңтарда Венера мен Юпитердің бір-біріне өте жақын тұрғанын көре аласыздар. Ал 31 қаңтарда ай, Венера және Юпитер бір нүктеде тұратын болады. 13 ақпан. Дәл осы күні Израильдің SpaceIL компаниясы айға ғарыш модулін қондырмақ. Бұны Falcon 9 ракетасымен іске асыратын болады. Егер олардың модульдері сәтті қонса, SpaceIL, SpaceX емес, екеуін шатастырмаңыз. Ең бірінші айға модуль қондырған жеке компания болып саналады. Және Израиль әлемдегі 4-ші айда болған мемлекеттер қатарына кіреді. Осы айдың 30-ында Үндістанның Чандраян 2 миссиясы орындалатын болады. Айлы жарыста Қытаймен бәсекелесіп жатқан үндістандықтар өздерінің зондын айға жібермекші. Ал ақпанда OneWeb жобасы өзінің алғашқы спутниктерін жібере бастайды. Естеріңізге сала кетейік, OneWeb бұл ағылшындық бүкіл әлемді интернетпен қамтамасыз ету жобасы. Алғашында 6 немесе 9 спутник жіберуге мүдделі. 4 сәуір мен 1 қыркүйек аралығында NASA-ның күнге арналған Solar Parker зонды күнді артқа тастайды, немесе күнге тура келіп жанып кетеді. Solar Parker осыған дейін күнді барынша зерттеген атақты зондтардың бірі болған. 2018 жылы күннің қасынан 212 мың миль сағатына жылдамдықпен өткен болатын. Ойлап қараңыз, бұл дегеніңіз Нью-Йорктен Токиоға 1 минуттан аз уақытта баруға болатын жылдамдық. Ал мамыр айы өзінің метеорлы ағынымен ерекшеленетін болады. Лирида атты метеорлық жауын осы айда болуы ықтимал. Ол түні сағатына жүздеген жұлдыз ағуларына куә бола аласыз. Метеорлық ағын қай күндер болатынын ұмытпас үшін осы видеоны сақтап қойыңыздар. Оған қоса 6-7 мамырларда Акварида метеорлы жауын орын алатын болады. Жаздың алғашқы айында SpaceX өзінің Crew Dragon ракетасына енді пилот отырғызып ұшыратын болады. Ең алғашқы пилоттардың есімі Роберт Бенкен мен Дуглас Херли. Егер барлығы сәтімен болса, Crew Dragon халықаралық ғарыш станциясына ғарышкерлер жіберетін басты ракетаға айналмақ. Оған қоса осы жылдың соңында Қытайдың айға арналған 5-ші миссиясы орындалмақ. Және 5 зонды айға барып айдағы топырақты жерге зерттеу үшін әкелмек. Бұл жоба өте құнды және әлемдік ғарыш үшін маңызды жобалардың бірі болғалы тұр. Өйткені Чанье 5 грунт топырақ қазып әкелмекші. Ал жылдың соңындағы басты ғарыштық жаңалық ретінде 26 желтоқсан күні болатын күн тұтылуын айталамыз. Бұны Қазақстан халқы көре алады. Сонымен 2019 жылға шолуымыз осымен бітті. Қарап отқаныңыздай өте көп қызықты оқиғалар болғалы тұр.
Біздің арнада 2019 жылда жаңа табыстарға жетеді деген ойдамыз. Ал сіз дәл қазір видео көріп болғаннан соң ВК группамызға және Instagram парақшаларымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Жақын арадан бастап Instagram парақшаны Скавронның тыс уақытындағы өмірі туралы сала бастайтын боламыз.